Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен өте дәмді болып пісетін ұсақ ши бауырсақтар дайындаймыз. Бұл бауырсақты көбінесе Шығыс Қазақстан өңірінде көптеп дайындайды. Ендеше менімен бірге сіздер де дайындап көріңіздер. Қамырын илеу үшін бізге ең алдымен жылы су қажет. Оның үстіне қантымызды саламыз. 2 ас қасық қоссаңыздар да болады. Егер сіздер тәтті болғанын қаласаңыздар, және де 1 шай қасық тұз саламыз. Және де 70 грамм тоң май қосамыз да жақсылап араластырамыз. Таза құрғақ ыдысымызға 500 грамм ұн саламыз, және де жарты шай қасықпен ас содасын салып жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізуді ұмытпаңыздар. Дайындап алған сұйықтығымызды құйып, жақсылап қамыр илейміз. Бұл бауырсақтың ерекшелігі тоң май қосып жасалынады, бірақ та қазіргі таңда маргарин майымен де жасап жатады. Қамырды өте қатты және де жұмсақ қылып илемейміз. Орташа тығыздықта иленіп шығуы қажет. Қамырымыз дайын болды. Қамырымызды пакетке салып 10 минутқа қалдырамыз. 10 минут өткеннен соң тағы да үстінен басып, иін жақсылап қандырамыз. Пакетке салып тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Ие қанған қамырмен жұмыс жасау өте ыңғайлы болады. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын, өте әдемі, жақсы болып ие қанған. Көріп тұрғандарыңыздай арасында ешқандай түйіршіктер қалмады. Және де ыңғайлы болу үшін қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігін дөңгелетіп, осылайынан жасап аламыз. Қамырымыз күйіп қалмау үшін пакетке салып қоямыз. Және де қамырымыздың бір бөлігін алып, жақсылап оқтаумен жайып шығамыз. Өте қатты, өте жұқа қылып жайып жібермеңіздер. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай ұн қажет етпейді, бір-біріне және де жабыспайды. Орташа қалыңдықта бір келкі қылып жайып аламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте қатты жұқа да емес, өте қатты қалың да емес, бір келкі болып орташа қалыңдықта жайылды. Енді осыны мата сүлгінің үстіне, әрбір қамырды мата сүлгінің үстіне қойып шығамыз. Және де бұл қамырды кішкене суық жерге қоюымыз керек, яғни тоңазытқышқа 15-20 минутқа саламыз. Немесе суық жерге қойсаңыздар да болады, міндетті түрде суық жерде тұруы қажет. 15-20 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай әдемі болып кішкене болсын қатады. Ол бізге қазір бір-біріне жабысып қалмау үшін және де кескенге ыңғайлы болу үшін тоңазытқышқа, яғни суық жерге қойып алдық. Бұл бауырсақтарды көбінесе Шығыс Қазақстан өңірінде, яғни Өскемен, Семей, Абай жақтарда жиі жасайды. Өте дәмді бауырсақтар, әсіресе балаларға жақсы. Енді бауырсақтарымызды осылайынан ұзыншақ етіп, жолақтарға кесіп аламыз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солайынан кесіп жасауға болады. Немесе домалақ етіп кесіп алуға да болады. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Бір-біріне жабыспай, бір келкі болып, әдемі болып кесілді. Және де мата сүлгінің үстіне қоямыз. Және де қызып тұрған майда екі жағынан, яғни бір келкі қылып қызартып қуырамыз. Және де міндетті түрде жиі-жиі араластырып отырыңыздар, сонда бір келкі болып, әдемі болып қызарып піседі.
Бұл шие бауырсақты сіздер жақта қалай дайындайды немесе қаншалықты жиі жасайсыздар? Комментария бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бұл бауырсақтың тағы да бір ерекшелігі өз бойына майды сіңірмейді және де үгітіліп әдемі болып шығады. Мінекей достар, біздің бауырсақтарымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі ерекше бауырсақтар. Менің каналымда бұдан да көптеген рецепттері бар, қарап шықсаңыздар болады. Сіздермен болған Ариана, және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.